Жусанның пайдасы. Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны бас қоюларыңызды сұраймыз. Ал сіз жусанның пайдасын білесіз бе? ақш-тың Калифорния штатындағы университет ғалымдары ғылыми тілде Artemisia annua деп аталатын өсімдіктің бар жоғы 16 сағаттың ішінде өкпе рак жасушаларының 98%-ын бірден жойып жіберуге қабілетті екенін анықтады. Бұл Қазақ Сахарасының кез келген дерлік жерінде жұпар иісі бұрқырап өсіп тұратын кәдімгі жусан шөбі. Адам қазақ ертеден қастер тұтқан, алыс сапарларға шыққанда ұдайы жанында бір бумасын алып жүрген өскіннің осындай құдіреті бар болып шықты. Америка ғалымдары жусанды бұл мақсатқа пайдалана білудің де өз ерекшеліктері бар екенін айтып отыр. Мысалы, оның бір жылдық өскінін емге қолданған жағдайда ол өкпедегі қатерлі ісіктің тек 28%-ын ғана жойып жібере алады екен. Ал егер оған темір қоспасын қосып пайдаланса, өсімдік ракты толық құртып жібереді. Тұтастай алғанда, зерттеу нәтижелері артемизинин препаратының рак жасушаларының қарқынмен өсуін толық бақылауда ұстай алатынын көрсетіп берді дейді. Ал Sanofi фармацевтік компаниясы осыдан бастап жылына 50-60 тонна артемизинин өндіріп тұратынын мәлімдеді. Дәрі жасау өндірісінде бұрын осынау қышқылтым өсімдіктің сабағы мен жапырағы безгектен емдеудің өте күшті құралы ретінде пайдаланып келген екен. Еске сала кетейік, жақында Америка құрама штаттарының ғалымдары рак ауруларымен күресте революциялық деңгейдегі терапия болып отырғанын жариялаған болатын. Оның жусанмен қатысты екені енді ғана айтылып отыр. Ал сіз жусанды емдік мақсатта қолданасыз ба? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.